Баймын деп аспа, ханмын деп таспа. 7 бөлім. Авторы Айдана Ізтілеуова. Достар, сіздерден аз ғана өтініш. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздаршы. Мен алдағы уақытта көптеген қызықты аудио әңгімелер шығаратын боламын. Көздеріңдегі мұң сенің қаншалықты қиналып жүргеніңді көрсетті. Ішіңде еш нәрсе сақтама, жылап ал, бәрін шығар. Осы уақытқа дейінгі мұңымды, ішімдегінің бәрін шығарып алдым. Тоқтайын десем де өз-өзімді тоқтата алар емеспін. Сәл уақыт өткен соң үй маңындағы аллеяға барып отырдық. Екеуміз ұзақ сөйлестік. Мен осы уақытқа дейін не болғанын бәрін айтып бердім. Біраз жеңілдеп қалдым. Ерекше сезімде отырдым. Жанымда жанымды түсінетін адам отыр. Маған бар қолдауын білдіріп, көңіл күйімді көтерді. Барлығы дұрысталған соң Бағланның өзі туралы сұрай бастадым. Басында үндемей, тек ойланып отырды. Кейін бәрін айтып берді. Басынан ондай жағдай өтеді деп үш ұйықтаса да түсіне кірмепті. Мектепте оқып жүрген уақытта қатты ауырған көрінеді. Асқазанынан онкологиялық ауру пайда болыпты. Ол туралы естіп білгеннен Бағлан әбден қорқып, бірақ сырт көзге білдіртпеуге тырысқан екен. Біраз химия қабылдапты. Ауруы басылмаған соң ота жасалыпты. Алайда дәрігерлер ешқандай үміт жоқ депті. Мектеп бітірген соң жоқ боп кеткені, оны Өзбекстанға апарып 3 жыл бойы емдетіпті. 3 жыл ішінде 8 рет ота жасалыпты. Бәрі жақсы деп қайтарғанмен, қазір қайтадан ауырып жүрген көрінеді. Қазір бәрі жақсы сияқты. Бірақ 1 жылдан соң қайта Өзбекстанға барып 3 жыл бойы ем қабылдауы керек екен. Ол жағдай 3-4 мәрте қабылдануы мүмкін. Әйгерім, қандай қиындық кездесе де сынбау керек. Бастысы денсаулығың жақсы, соған қуан, деді. Бағланның ата-анасы өте жақсы адамдар. Қанша ақша байлық болса да біз сияқты шашылған жоқ. Бағлан ауырып жүрсе де бизнесін тастамады. Үйінде әрқайсысының өз жұмысы бар, ертеңдерін ойлайтын адамдар. Бұл әңгімеден соң бір-бірімізбен сөйлесіп тұру үшін телефон нөмірімізді алдық.